Біз бүгін бордама шай жасаймыз. Оған керегі қойдың майы. Біз майды қорытып алдық. Сүт, бал, ұн, тарыны жуып алдық дайындап. Сосын шай. Құйрық майды шыжғырады әуелі. Құйрықты шыжғырып алдық май қылып. Міне май ерді, енді бұған ұн саламыз. Ұнды қуырамыз. Қызартамыз. Енді сүт құямыз мінекей. Қоңырайды, ұн қуырылды. Дайын болды, енді шай қосамыз. Шайымызды салдық. Қазір қайнайды, сосын тары саламыз. Енді шамалы су құямыз. Енді бал саламыз. Шайымыз қайнап жатыр, енді бал саламыз. Шайымыз қоюланып жатыр, ішіндегі тарысы уже пісті. Пісуге жақын мінекей. Шай күшті болып жатыр, күшті. Шайымыз дайын, енді құйып аламыз шайнекке. Әдемі қою шай болды. Тамаша күшті екен. Өте дәмді екен бордама шай. Бұны босанған әйелдерге береді екен. Сүті мол болады, витаминдері көп. Бал да салдық, тар да салдық. Осылай жасаңыздар. Менікі өте жақсы, пайдалы, витамині көп. Осылай жасаңыздар.